Сәлем достар, сіздермен бірге кезекті сұрақ жауап айдары және оның жүргізушісімен Дина Төлеубекова. Олай болса, біз бастаймыз. Бірінші Әмірхан есімді аккаунт қолданушысынан келген сауал. Сәлеметсіз бе? Жасым 17-де әскери мектепте оқимын. Арнайы операциялар күштерінің құрамына орналасуға болады ма? Болған жағдайда не істеу керек деп сұрапты. Сәлем Әмірхан, білектерде жүректі адамдар қызмет атқаратын әскери салаға қызығушылық танытқанына қуаныштымыз. Арнайы операциялар күштері елдің қорғаныс қабілеті мен сыртқы қауіпсіздігін қамтамасыз ету аясындағы арнайы міндеттерді орындайды. Ол жерге моральдық психологиялық жағынан төзімді, дене дайындығы жоғары, сонымен қатар түрлі компьютерлік бағдарламаларды меңгере алатын, белгілі бір шет тілін меңгерген мамандар қызмет атқарады. Бұл жерде қызмет атқару үшін сағат тынбай жаттығып, сонымен қатар сабақты жақсы оқуға кеңес береміз. Қалаған бағытында қызмет атқару үшін міндетті түрде әскери мектепте емес, сонымен қатар әскери институтта да жақсы білім алып шықсаң болды. Ал олай болса, біз саған сәттілік тілейміз. Келесі Асқар есімді аккаунт қолданушысынан келген сауал. Сәлеметсіз бе? IT мамандығы бойынша білім алып шықтым. Барлықтары тәрізді мерзімді әскерге баруым қажет пе, әлде 40 күндік әскерге барсам болады ма деп сұрапты. Сәлеметсіз бе, Асқар? Қарулы күштерде робототехника, ақпараттық технология және киберқауіпсіздік саласында біліктілігімен жоғары білімі бар сарбаздар отан алдындағы борышын өтей алатын әскери ғылыми взвод бар. Взводта негізгі басымдық әскери ғылымды дамыту бағытына беріледі. Әскерге шақырылушыларға барлық тексеруден сәтті өткеннен кейінгі әңгімелесу кезінде мамандығына сәйкес сұрақтар қойылып, оның білімі ескерілетін болады. Егер де сіз аталған бағытта жоғары біліміңіз болып, барлығынан сүрінбей өтсеңіз, әскери ғылыми взводқа жіберілесіз. Не болмаса, әскери техникалық мектепте де білім алсаңыз болады. Келесі Салтанат есімді аккаунт қолданушысынан келген сауал. Сәлеметсіз бе? Лагерге балаларды қалай жіберуге болады? Күйеуім 20 жыл болды, әскери қызмет атқарады. Көп балалы отбасымыз дейді. Сәлеметсіз бе? Биыл жылдың басынан бастап Балдәурен республикалық оқу-сауықтыру орталығы өз жұмысын бастады. Демалысқа бірінші кезекте шалғайдағы гарнизондарда әскери қызмет өткеретін әскери қызметшілер мен азаматтық персоналдардың толық емес және көп балалы отбасыларда тәрбиеленіп жатқан балалар жіберілді. Орталықта балалар 21 күн болды. Бұл ретте мәдени демалыс және сауықтыру іс-шараларынан басқа балалар мектеп бағдарламасының пәндері бойынша мемлекеттік және орыс тілдерінде сабақтарын оқи алды. Балаңызды оқу-сауықтыру орталығына жіберу үшін әскери бөлімдегі командирдің тәрбие және идеологиялық жұмыстар бойынша орынбасарын хабардар ету керек. Құрметті көрермендер, бүгінге осы қызықтырған сауалдарыңызды қорғаныс министрлігінің әлеуметтік желілеріне жолдасаңыздар болады. Келесі аптада кездескенше аман сау болыңыздар.